Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бақылау электр жетегінің басқару жүйелері және оларды құрудың негізгі принциптері. Бақылау электр жетегінің басқару жүйелері кірісте уақыт бойынша өзгеретін, айнымалы сигналды қабылдайтын және шығыста оны бақылау қателігі берілген мәнінен жоғарылап кетпес үшін өңдейтін тұйық динамикалық жүйе болып табылады. Өндірістік механизм бақылау электр жетегі тағайындалуы бойынша екі топқа бөлінеді. Бұрышпен бақылау электр жетегі немесе сызықты орын ауыстыру болып бөлінеді. Қолданылуы бойынша электр тұрақты тоқты және айнымалы тоқты қозғалтқыштары басқару жүйесі бойынша қосындылау күшейткіштерінен тұратын жүйе және координатты бағыныңқы реттеу жүйесі. Әсер ету принципі бойынша аналогты, дискретті және санды жүйелер болып бөлінеді. Бақылау электр жетегінің басқару жүйесінің құрылым сызбасы көрсетілген. Басқару кезінде БЕЖ, БЖ жұмысының дәлдігін зерттеулерде тұрақты үдеумен немесе гармоникалық заңмен тұрақты жылдамдықпен өзгертілген берілген сигналды қайта қалпына келтірудің дәлдігімен бағалайды. Бақылау электр жетектері қоректендіру өндірістік тізбекте 50 Гц жиілік айнымалы токпен және тұрақты токтың өзіндік қоректендіру көздерімен жүзеге асырылады. Аз қуатты электр жетектері 400 Гц-ке дейінгі жиілікті қоректендіру көзімен қоректендіреді. Өлшеу түрлендіргіш құрылғылары және де аралық күшейткіш 400 Гц-тен жиілікті айнымалы токпен қоректенеді. Сондықтан бұл құрылғылар көлемі мен инерциялығы төмендейді. Бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.